Сәлем түгін сүйер ханымдар. Береке мен молшылықтың құпиясы сыпыра десем, сіздер таң қалатын шығарсыздар. Жай ғана сыпыра ма деп. Иә, жай ғана сыпыра. Ал сол сыпыраның не екені үлкендер білсе, жастар білмейді. Сыпыра дегеніміз қазақта ертеден келе жатқан ас үй бұйымы. Оны піскен нан астына, бауырсақтың қамырын кесіп тындырғанда, еттің нанын кептіргенде астына жаяды. Ертеде әжелеріміз қой немесе ешкі терісін тұтастай илеп сыпыра жасаған. Ұн бекерге шашылып, ысырап болмасын деп, тақтайдың астына сыпыраны жайып барып нан жайған. Егер баласы бөлек шықса, еншісіне міндетті түрде бір сыпыра оқтау нан тақтайда басқа да керектеріне қосып берген. Уақыт өте келе Қазақстанның кей жерлерінде сыпыра ақ кенеп матаға ауысты. Алайда сыпыраның маңыздылығы өзгермеді. Яғни береке мен молшылықты сақтап, тоқшылықты білдірді. Нан жайылып болған соң сыпыраны ішіндегі ұнымен бүктеп жоғарыға қойған. Сыпыра байлық пен молшылықтың нышаны саналғандықтан мол дәулетке ие болып отыр деген мағынада сыпыраның ішінде отыр деген бағалау қалыптасқан. Мен сіздерге сол сыпыраны өзіміз тігіп алу сабағымен бөлсемін. Ол үшін мақта матадан 78-78 сантиметр төртбұрыш қиып аламыз. Осындай төртбұрыштан 4 дана керек. Әрқайсының шетін көмкере отырып тігіп аламыз. Сосын төртеуіні бірін үстіне бірін қойып шетін кітап тәрізді етіп біріктіріп тігеміз. Бар болғаны осы. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп алып, әр видеомды соңына дейін қараңыздар. Осындай сыпыраны жиі қолдансаңыз, келген қонағыңызда тазалығыңызға сүйсіне қарары сөзсіз. Әрі үйіңізге бақ-береке орнайды, ырысың артады. Әрбір түйір ұнды қастерлегеніңіз үшін ғалам сізге одан әрі молшылықты үйіп береді. Мен жаймамды сыпырамның үстіне жайып қойдым. Көп орын алмас үшін сол жаймасымен ақырын бүктеп бір шетке қоямын. Қамырымыз еш жабыспай әдемі тұрады.